Қайырлы күн достар, сіздерге ерекше дәмді, денсаулыққа пайдалы, тез сіңімді, жеңіл, оңай дайындалатын тағамның рецептін ұсынамын. Алдымен брокколиді бөліктерге бөліп алып, қайнап тұрған суға салып, 1 минуттай қайнатып аламыз. Егер де брокколиді ұзақ қайнататын болсаңыздар, онда езіліп кетеді, сол себепті 1 минуттан артық қайнатпаңыздар. Брокколиді сүзіп алған соң, бірден салқын суға салып, суытып аламыз. Брокколиді барынша майдалап тураймыз. Енді сәбізді терканың майда жағынан өткізіп аламыз. Пармезан ірімшігін теркадан өткізіп аламыз. Негізі бұл рецептте міндетті емес, пармезан ірімшігін қолдану, басқа да ірімшіктерді қолдана берсеңіздер болады. Бірақ пармезан ірімшігі котлеттің формасын жақсы ұстап тұрады. Барлығын бір ыдысқа салып, үстіне кішкене ғана дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Енді тауықтың төс етін арнайы балғамен ұрғылап кішкене жұмсартып аламыз. Еттің екі жағына да дәміне қарай тұз, қара бұрыш, кепкен сарымсақ, паприка себеміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қалаған дәмдеуішті сеуіп, қызып тұрған сковородкаға кішкене сұйық май құйып, екі жағын қатты отта аударып отырып, қызартып қуырамыз. Шамамен әрбір жағы 5 минуттан 10 минуттай қуырылды. Етті алып, противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне саламыз. Енді котлет жасаймыз. Формасын қалауларыңыз бойынша домалақ немесе мен сияқты сопақша етіп жасасаңыздар болады. Котлетті жасаған кезде бір-бірімен жақсы бірікпейді. Сол себепті противенге салғанда кішкене біріктіріп жіберіңіз. Бірақ піскен кезде ішінде ірімшік пен жұмыртқа болғандықтан олар біріктіріп тұрады да, піскен кезде шашылмай әдемі формада піседі. Тамағымыз дайын болды достар. Шамамен 200 градуста 20 минуттай пісті. Бұл тамақ өте әдемі көрінеді, әрі өте пайдалы денсаулыққа. Осы рецептпен жасап, жақындарыңызды дәмді, ерекше пайдалы тағаммен қуантыңыз. Сіздермен болған назым, каналыма тіркеліп, лайк басып, видеомен бөлісіп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет.